Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүттен жасалынатын осындай жұп-жұмсақ 7 шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті жылы сүт, тұз, ас содасы және ұн. Алдымен осы жылы сүтке тұзды салып, тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Және осы ұнға ас содасын салып, жаңағы сүтті біртіндеп қоса отыра қамыр илейміз. Міне осылай қамырымыз дайын болды. Қамырдың ие қану үшін 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз. Міне ие қанған қамырды осылай екі бөлікке бөліп алып, ұзынша етіп жасап, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Содан соң шелпектерімізді осылай жұқалау етіп жайып шығамыз. Содан соң қызып тұрған майда шелпектердің екі жағын осылай видеодағыдай пісіріп аламыз. Май міндетті түрде қызған болуы тиіс. Дұрыс қызбаған жағдайда барлық май шелпектің бойына сіңіп алады. Міне шелпектердің барлығын осылай пісіріп алып, ұсына берсеңіздер болады. Өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Видеоңызға лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.